Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Айтылған көп сөзден кейін билік ақыры нақты еркекше іске көшті. Назарбаевпен сауда бітті. Қалмақ шал туған інісі Болатты аямай биліктің қолына беріпті. Бұл туралы Нұр Отан билік ресми жария етті. Енді Болатқа қандай шара қолданылады? Өз пікіріңізді жазыңыз. Осы видеоға лайк қойып, арнамызға тіркелсеңіз, бізге үлкен демеу көрсетесіз. Рахмет. Ал енді бастайық. Болат Назарбаев 5 жыл ішінде Қаскелең, Талғар, Нұр-Сұлтан қаласынан заңсыз жерлер алған. Бұл туралы Амана партиясы жанындағы мемлекеттік басқаруды дамыту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық қоғамдық кеңес айтты. Яғни оған қылмыстық іс ашылды. Достар, бұл деген Болаттың биліктің қолына берілген деген сөз. Сатқын қалмақ халықты ғана емес, өзі үшін туған інісін сатып кетуге де дайын екен. Масқара. Өткен билік кезіндегі ағайлар мен сығайлардың жемқорлық, протекция істерінен сабақ алуымыз керек. Болат Назарбаев есімді азамат 5 жыл ішінде Қаскелең, Талғар, Нұр-Сұлтан қалаларында коттедж қалашығын және әкімшілік ғимарат пен базар салуға 240 гектар болатын 59 жер телімін алған деген ақпарат бар дейді антикор полициясы. Айта кетсек, бұған дейін Болат Назарбаевтың көз жұмғаны туралы ақпарат тараған болатын. Кейін Болаттың әйелі Динара Мамитекова бұл ақпаратты теріске шығарды. Яғни Болаттың саудасы бітті. Сатыбалдының айтқан шындығы. Қазақстанның сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі қамауда отырған Қайрат Сатыбалдыұлы деп те айтылады. Мен тағы бірнеше адамға қатысты тергеу ісінің аяқталғанын хабарлады. Бұл мекеме Қайрат Сатыбалдыны биыл 13 наурызда Қазақтелекомның қомақты қаржысын жымқырды және қызмет өкілетін асыра пайдаланды деген күдікпен шетелге ұшпақ болып тұрғанда ұстап, уақытша қамау изоляторына қамаған, кейін қамау мерзімін ұзартқан. Агенттік Қайрат Сатыбалды мен тағы 4 адамнан елдегі басты байланыс операторы Қазақтелеком, ақ мен көліктік сервис орталығы ақ қаражатын аса ірі көлемде ұрлады деп күдіктенеді. Орган мәлімдемесіне сенсек, тергеу кезінде жалпы сомасы 240 миллиард теңге, немесе 500 миллион ақш доллары шамасындағы қаражат мемлекетке қайтарылған. Биыл сәуірде Сатыбалды, Қазақтелеком акцияларының 29%-ын мемлекетке еш ақы алмастан қайтарғаны хабарланды. 17 наурызда оның бұрынғы әйелі Гүлмира Сатыбалды бизнесті рейдерлік жолмен тартып алу күдігі бойынша Нұр-Сұлтанда қамауға алынды. Оған универсиада нысандарын жөндеуге бөлінген қаржыны жымқырды дегенде айып тағылды. Салық пен кедендік төлемдерді төлеуден жалтару, қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілері бойынша Қайрат Сатыбалдыға қатысты қосымша қылмыстық істер тергеліп жатыр деді жемқорлықпен күрес қызметі. Одан бөлек мәлімдемеде айыпталушылардың заңсыз активтері іздестіріліп жатқаны, Қазақстан мен шетелден жалпы сомасы 400 миллиард теңге, немесе 900 миллион ақш долларына тең қаражат жақын арада мемлекетке қайтарылатыны туралы айтылған. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі, 51 жастағы Қайрат Сатыбалды кәсіпкер, кезі ақ негізгі акционері болды. Ол әр жылдары мемлекеттік қызметте істеді. 2000 жылдары Астана қаласы, қазіргі Нұр-Сұлтан әкімінің орынбасары, КЗКОЛ компаниясының вице-президенті, Қазақстан темір жолы компаниясының бірінші вице-президенті болды. 2010-2015 жылдары президенттіктен кетсе де, билікке ықпалын сақтауға тырысқан ағасы, бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясында хатшы болды. Қайраттарды тұтқындағаннан жүйелі мәселелер шешілмейді. Жаңа Қазақстан экономикасындағы сөз бен істің қайшылығы. Қазақстан билігі жаңа экономикалық саясатқа бет бұратынын мәлімдеді. Жүйені қайта құру туралы үндеулерден кейін ел экономикасында не болып жатыр? Бұрынғы президенттің туыстарын қылмыстық қудалау, монополияға басымдық беретін экономикалық модельді өзгерте ала ма? Қаңтар қырғыннан кейін бірнеше аптадан соң Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бай мен кедей арасындағы алшақтық салдары қайғылы жағдайға әкелді деп мәлімдеп, жүйені терең трансформациядан өткізуді, шынайы реформалар жүргізуді, экономика өсімінен тек шектеулі элиталық топтар ғана пайда көретін модельден бас тартуды ұсынды. Бірнеше айдан соң Тоқаевтың командасы саяси реформалар деп аталған заң өзгерістері пакетін дайындап, суперпрезиденттік модельден бас тарту, билік тармақтары арасында тепе-теңдік қалыптастыру керегін айтты. Аталған саяси бастамалармен 5 маусымда референдумға шығарылатын конституциялық өзгерістерді талдап көрген саясаттанушылар мен заңгерлер президент билігі әлсіремейді, жүйе бұрынғы қалпында қалады деп есептейді. Ақорда мен үкімет Тоқаев қаңтарда бизнес өкілдерімен өткен алғашқы кездесуде түбегейлі өзгерту керек деген экономикалық саясатқа қатысты қандай бастамалар ұсынып отыр?
Өткен аптада президент кәсіпкерлермен екінші рет кездесіп, олигополия, белгілі бір адамдар, монополияның ықпалына ұшыраған салалар, бизнес өкілдері қатысуға мәжбүр болған күмәнді схемалар туралы әңгімесін қайталап, жаңа экономикалық саясат құру идеясын тағы да көтерді. Тоқаев олигополия мен бизнесті қанатының астына алу деген түсінікке тоқтау салып, жаңа экономикалық саясат пен нарықта бәсекелі орта қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті. Осы бағытта нақты қадамдар жасалып жатыр ма? Жүйеде бәрі олигархатқа келіп тіреледі. Тоқаев бұл туралы жиі айтады, оның сөзімен келісемін. Қазақстанда артыңда ықпалды біреу тұрмаса, бизнес жүргізу мүмкін емес. Оның себебі тереңде жатыр. Қазір бұлай жасауға болмайды деп айқайлап, енді басқа лидерлер шықпас деп үміттеніп қана отырмай, осы жағдайға әкелген алғышарттарды жою керек. Ол қандай алғышарттар? Экономиканың барлық ірі саласын ұлттық компаниялар бақылауында ұстайды. Жалпы экономикалық өндірістің 65%-ы самұрық-қазына қорымен және ұлттық компаниялармен тікелей немесе жанама байланысы бар компанияларға тиесілі. Осы тұста Қазақтелеком ұлттық байланыс операторын мысалға келтіруге болады. Бұл компанияға ешкімде жоқ жеңілдіктер берілген. Мемлекет компанияға халыққа көрсеткен қызмет үшін қосымша құн салығын толықтай қайтарып отыр. Қазақтелеком мен еншілес кәсіпорындардың есебіне қарасақ, салық жүктемесінің коэффициенті 5%-дан төмен екенін көреміз. Басқа жеке операторларда бұл көрсеткіш қосымша құн салығынсыз 10-17% болады. Яғни, нарықтағы ойын ережесі барлығына бірдей емес. Қызмет көрсету саласы, клиенттер базасы бір, ал бірақ мемлекетке төлейтін салық көлемі әртүрлі. Осыдан телекоммуникация саласында бәсеке бар деген мәлімдемелерге қарамастан, нарықта бір компания басымдыққа ие болып шыға келеді. Оператор бәсекені қорғау комитетіне есеп бермейді, тарифтерді де өзі бекітеді. Бұл көп мысалдың бірі ғана. Тау-кен өнеркәсібі, мұнай-газ секторы, құрылыс саласында да осы жағдай. Қазақстанда еркін нарық жоқ, монополизация салдарынан бизнестің көзі жойылған. Мұны квази-мемлекеттік сектордың кері әсері деп бағалауға болады. Бірақ мемлекет үнемі бизнесті қолдау туралы айтады ғой. Мемлекеттік қолдау шаралары көңілге қонбайды. Олар тек олигархатты қолдауға бағытталған. Бұл шаралар шынайы экономикаға жұмыс істемейді. Елдегі ірі агломерациялардың мысалында мемлекеттік кіріс комитетінің ішкі деректерін 2018 жылға ақпаратты негізге алып талдап көрген едік. Билікке неғұрлым жақын болған сайын, салық жүктемесі коэффициенті төмен болатынын анықтадық. Ең аз салық төлейтін компаниялар арасында Қазақмыс пен Казминералс көш бастап тұр. Олардың салық жүктемесі коэффициенті айналымның -7%-на тең. Яғни, олар металл экспорттайтын кәсіпорын ретінде бюджеттен ірі көлемде экспортқа арналған қосымша құн салығы бойынша өтемақы алып отыр. 2016 жылдан бастап ірі бизнеске өте көп жеңілдік берілді. Мұнай-газ секторынан түсетін салық 5 есе төмендеді. Экспорт өнімі офшорлық сауда үйлері арқылы өтеді. Салық жүктемесінің бәрі жеке бизнеске жүктелді. Шағын және орта бизнеске мемлекеттік қолдау шарасы жетпей отыр. Өңдеуші кәсіпорындарға қарап, салық саясатының әділетсіз екенін түсінуге болады. Оларда ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін немесе экспортқа тауар шығаратын компаниялардағыдай мемлекеттен қосымша құн салығын қайтарып алатын жеңілдіктер жоқ. Ал салық жүктемесінің коэффициенті жоғары, айналымның 12-24%-на тең. Бұл компаниялардың көлеңкелі экономикаға жасырынып, салықтан жалтаруына келіп соғады. Өйткені мұндай салық жүктемесіне төтеп беру мүмкін емес. Ірі бизнес өкілдері салық төлемегенімен қоймай, жеке кәсіпкерлер төлеген салықтан жеңілдетілген несие алады. Кәсіпкер алуы керек қосымша табысты банктер жеп қояды. Бұл үкіметтің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Шығынға батырып қана қоймай, республиканың экономикалық саулығына тікелей диверсияға келеді. Олигополиядан бас тарту белгілерін байқадыңыз ба? Бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кей туыстары ұсталды. Оның қамауда отырған немере інісі Қайрат Сатыбалды Қазақтелеком компаниясындағы акциясын мемлекетке қайтарды. Қайраттарды, Тимурды немесе басқа адамды тұтқындағаннан жүйелі мәселелер шешілмейді. Бұл мәселелер жүйелі түрде ғана шешіледі. Қазір ештеңе болып жатқан жоқ. Жай ғана жем жейтін астауды қайта бөліп алды. Біреулер кетті, олардың орнына басқалар келді, бірақ ереже өзгерген жоқ. Тоқаев бай мен кедей арасындағы алшақтықты азайту керек деді. Бұл мақсатта қандай да бір шаралар қолға алынып жатыр ма? Жоқ. Игілікті бөлуге арналған белгілі бір құралдар жиынтығы бар. Оған салық, несие және мемлекеттік бюджет жатады. Бізде игіліктерді бөлуге арналған негізгі құралдардың бәрі бір бағытта, нақты бір отбасының мүддесіне ғана жұмыс істейді. Дені дұрыс мемлекетте тепе-теңдік болуы керек. Төленген салықтың игілігі де болуы тиіс.
Қазақстан салық жүктемесі жоғары елдер қатарына жатады. Норвегияда жеке табыс салығы 48% дегенді бізге жиі мысал ретінде келтіргенімен, салық салынатын базаға не кіретінін ашып айтпайды. Бұл базаға сіздің $500 емес. Ресми дерек бойынша, Қазақстанда орташа жалақы мөлшері $500 шамасында. Салықтан қалған өмір сүруге жұмсайтын ақшаңыз кіреді. Сіз қолыңызға $350 аласыз, бірақ айына $400 жұмсайсыз делік. Дамыған елдердің салық жүйесіне сәйкес, шығыны айлық табысынан жоғары адамдар қолына сойыл алып, басқаларды тонауға шықпау үшін жергілікті билік бай адамдардан жиналған салықтан олардың зейнетақы жарнасын немесе басқа да төлемдерін төлейді. Өйткені мемлекет табысы өмір сүруге жетпейтін адамға жұмыссыздық бойынша жәрдемақы төлеп, әлеуметтік теңсіздік салдарынан қылмысқа барған адамды қамайтын түрме салуға ақша жұмсағысы келмейді. Бұл игілікті әділ бөлу деп аталады. Оның мақсаты сізді және балаларыңызды жақсы өмір сүруге қажет толық әлеуметтік қолдаумен қамтамасыз ету. Басқаша айтқанда, сіз ипотекаға алатын баспанаға, жақсы көлік қатынасына, сапалы медициналық қызметке, балаларыңызға алтын орда базарында жүк тасуға мәжбүр болмайтындай, маңызды кәсіпке үйрететін білім беру жүйесіне